Райо Валлеканоны жеңгенімен бұл матч Барселонаға тағы 3 ұпай сыйлағанымен ойынның өзі көп сұрақ тудырды. Ханс Флик баптайтын команда тағы да мінез көрсетті. Қиын сәтте беріктік танытты, бірақ сонымен бірге шаршау, жарақаттар және тығыз ойын кестесінің командаға қаншалықты әсер етіп жатқаны айқын байқалды. Осы жағдайда Фермин Лопестің маңызы күрт артты. Ол қазірдің өзінде жобаның ең құнды ойыншыларының біріне айналып келеді. Ал параллель түрде клуб жазғы трансферлер бойынша жұмысты күшейтуде. Шелдеруп, Бастони, Ремиру осының бәрі бір үлкен картинаға бірігіп жатқандай. Бүгін біз Райоға қарсы матч шын мәнінде нені көрсетті? Неге Ферминнің бағасы 100 миллионға жетті және алдағы айларда Барселона қандай трансферлер жасауы мүмкін, соны талдаймыз. Достар, жайғасыңыздар, бастаймыз. Барселона туралы айта отырып, Райо Валлеканоға қарсы соңғы матчты атап өтпеу мүмкін емес. Барселонаның Райо Валлеканоны 1-0 есебімен жеңуі чемпиондық додадағы маңызды қадам болды. Алайда ойын сапасы тұрғысынан бұл матч мінсіз болған жоқ. Ханс Флик командасы матч басында Рональд Араухоның стандарттан кейін соққан жылдам голының арқасында алға шықты, бірақ кейін бұл басымдықты дамыта алмады және екінші таймды қиын өткізді. Есептің аз болғанына қарамастан, бұл нәтиже Барселонаға Пеп Гвардиола дәуіріндегі бір жетістікті қайталауға мүмкіндік берді. Испан дереккөздерінің мәліметінше, команда Ла Лигадағы өз алаңындағы жеңістер бойынша рекордтардың біріне теңесті. Бұл Фликтің чемпионаттағы тұрақтылықты қалыптастыра алғанын көрсетеді. Дегенмен ойынның өзі команданың әлі де мінсіз деңгейден алыс екенін аңғартты. Үзілістен кейін Райо Валлекано айтарлықтай қарқын қосып, бірнеше қауіпті сәттер жасады. Ал нәтижені сақтап қалуда қақпашы Жоан Гарсия шешуші рөл атқарды. Ол тағы бір сенімді матч өткізіп, жеңістің басты факторларының біріне айналды. Бұл ойынның сипаты команданың қазіргі даму кезеңін айқын көрсетеді. Жеңістер тек әдемі футболдың арқасында емес, сонымен қатар қысымға төтеп беру, нәтижеге ойнау және қиын сәттерде жинақылықты сақтау арқылы да келіп жатыр. Матчтан кейін Ханс Флик Жоан Гарсияның үлесін ерекше атап өтіп, оның команда үшін маңызын айтты. Сондай-ақ Жоау Канселудың ойынын жоғары бағалады. Бапкердің сөзінше, португалиялық ойыншы екінші таймда ерекше белсенділік танытып, ойынға толық араласты. Сонымен қатар Флик кадрлық мәселелерге де назар аударды. Команда бұл матчқа құрамдағы елеулі шығындармен келді. Атап айтқанда Күнде, Балде, Кристенсен де Йонг және Эрик Гарсия секілді ойыншылардың болмау ойын құрылымына әсер етті. Команданың жағдайын көрсететін тағы бір белгі матчтан кейін Педридің айтқандары. Жартылай қорғаушы тығыз кестеге байланысты ойыншылардың шаршағанын мойындады. Әсіресе Ньюкаслға қарсы Чемпиондар лигасындағы матчтан кейін, соған қарамастан, ол команданың ұпай жинауды жалғастырып, мақсатқа ұмтылуы керектігін атап өтті. Екінші таймда тағы бір эпизод орын алды. Фермин Лопес ауыстырылғанына эмоциялық түрде реакция білдірді. Матчтан кейін Флик бұл жағдайға пікір білдіріп, мұндай шешімдерді ойыншы қабылдауы тиіс екенін айтты. Әсіресе құрамдағы бәсекелестікті ескерсек, оның ішінде шабуылда командаға көбірек бақылау беретін Дани Ольмо бар. Осылайша, бұл жеңіс Барселонаның қазіргі жағдайының айнасы болды. Команда ұпай жинап, тұрақтылық көрсетіп келеді, бірақ сонымен қатар шаршау, кадрлық мәселелер және үнемі бейімделу қажеттілігімен бетпе-бет келуде. Алда Барселонаны халықаралық матчтарға байланысты үзіліс күтіп тұр. Одан кейін маусымның одан да күрделі кезеңі басталады. Оның ішінде чемпионаттағы Атлетикоға қарсы ойындар және Чемпиондар лигасындағы кездесулер бар. Дәл осы кезеңде Флик жобасының басты трофейлер үшін күресуге қаншалықты дайын екені анық болады. Достар, қолдауларыңызға рахмет. Соңғы 3 видео 500-ден астам лайк жинады. Бұл шынымен алға жылжуға үлкен мотивация береді. Егер сізге осындай формат ұнаса және арнада осындай видеолардың көбейгенін қаласаңыз, міндетті түрде лайк басып, жазылып пікір қалдырыңыздар. Дәл сіздердің белсенділіктеріңіз арнаның дамуына, видеолардың алға шығуына және аудиториямыздың кеңеюіне үлкен әсер етеді. Келіңіздер, мұны бірге жасайық. Соңғы матчтағы ауыстыруға қатысты наразылыққа қарамастан, маусымның басты жаңалықтарының бірі ретінде Фермин Лопесті атауға болады. Трансфермаркт деректеріне сәйкес, жартылай қорғаушы нарықтық бағасы жаңартылған соң ең көп өсім көрсеткен ойыншылардың біріне айналды. Оның бағасы 100 миллион еуроға дейін өсті. Бұл оның команда ойынына әсерін айқын көрсетеді. Трансфермаркт өкілі Тобиас Блазионың айтуынша, Фермин тек шабуылдағы қабілетімен ғана емес, сонымен қатар қарқындылығы, тұрақты прессингі және допсыз ойындағы үлкен еңбегімен де ерекшеленеді. Оның ойынға қосатын үлесі тек статистикамен шектелмейді.
алайда көрсеткіштердің өзі де көп нәрсені аңғартады. Осы маусымда ол 37 матчта 26 нәтижелі әрекет тіркеген. Ал Барса универсал мәліметінше, барлық турнирде 12 гол және 16 нәтижелі пас берген. Бұл оны Еуропадағы ең өнімді жартылай қорғаушылардың біріне айналдырады. Әсіресе ол Еурокубоктарда жарқырай көрінді. Соның ішінде Ньюкаслға қарсы матчтағы ойыны үлкен резонанс тудырып, тіпті ағылшын баспасөзінде кеңінен талқыланды. Қызығы, өткен жазда ойыншыға Премьер-лига клубтары, соның ішінде Манчестер Юнайтед пен Челси қызығушылық танытқан еді. Алайда ұсыныстар 40 миллион еуродан аспады. Бұл сол кезде оның шынайы әлеуетін толық көрсетпеген. Қазір жағдай түбегейлі өзгерді. Бағасының 100 миллионға дейін өсуі оның қаншалықты қарқынды дамып жатқанын және командадағы рөлінің қаншалықты маңызды екенін дәлелдейді. Соған қарамастан, Фермин құрамдағы бәсекелестікке қарамай маңызды ойыншы болып қала береді. Дани Ольмоның оралуына қарамастан, ол ротациядағы орнын сақтап, бапкерлік штабтың сеніміне ие болып отыр. Оның құндылығы тек гол мен пас санында емес, маңызды сәттерде көрініп, матч тағдырына әсер ете алуында. Жалпы команда контекстінде бұл ерекше маңызды. Тығыз кесте, кадрлық мәселелер мен жоғары жүктеме жағдайында дәл осындай ойыншылар Барселонаға тепе-теңдікті сақтап, нәтижеге жетуге көмектеседі. Осылайша Фермин Лопес біртіндеп Ла Масияның жай ғана талантынан негізгі құрамның толыққанды ойыншысына айналып келеді. Ол қазірдің өзінде команданың деңгейіне әсер етіп, алдағы жылдары жобаның басты фигураларының біріне айналуы мүмкін. Енді біртіндеп жазғы трансферлерге көшейік. Алдыңғы видеоларда мен Барселонаның шабуыл және қорғаныс бағытындағы бірнеше ойыншыға қызығушылығы туралы айтқан едім. Соңғы күндері бұл тақырыптарға қатысты жаңа мәліметтер пайда болып, оларды одан әрі қызықты ете түсті. Солардың бірі Андреас Шелдерупқа қатысты. Бенфикадағы норвегиялық вингердің есімі Португал және испан баспасөзінде Барселона Маркус Решфордты сақтап қала алмаған жағдайда қарастыратын нұсқалардың бірі ретінде атала бастады. Спорт басылымының мәліметінше, каталондық клуб шынымен де ойыншыны бақылауда ұстап, оны болашақ жобаның бір бөлігі ретінде қарастырып отыр. Ең қызығы, Шелдеруптың өзі бұл қауесеттерге алғаш рет пікір білдірді. Норвегиялық ТВ2 арнасына берген сұхбатында ол бұрын мұндай қызығушылық туралы естімегенін айтты. Бірақ егер бұл рас болса, бұл керемет мүмкіндік болатынын жеткізді. Мұндай жауап, әрине, бұл тақырыпқа деген қызығушылықты одан әрі арттырады. Себебі бұл ойыншының клубтың деңгейін түсінетінін және мұндай мүмкіндікке қарсы емес екенін көрсетеді. Бұл да таңқаларлық емес. Шелдеруп небәрі 21 жаста, бірақ осы маусымда Бенфика сапында өзін айқын көрсете алды. Әсіресе Чемпиондар лигасында Барселона мен Реалға қарсы ойындардан кейін оған деген назар күшейе түсті. Испан баспасөзінің мәліметінше, клубта оның ойын стилі бұрыннан жоғары бағаланады. Жас, техникалық, жылдам, әрі сол қанатта да, шабуыл орталығына жақын аймақтарда да ойнай алатын әмбебап футболшы. Португал дереккөздері оның осы маусымдағы дамуы ерекше байқалғанын атап өтеді. Қазірдің өзінде ол барлық турнирде 7 гол соғып, команда үшін маңызды ойыншыға айналып келеді. Трансмаркет деректеріне сәйкес, оның нарықтық бағасы шамамен 20 миллион еуро. Алайда Барселонада келіссөздер болған жағдайда, нақты баға бұдан әлдеқайда жоғары болатынын жақсы түсінеді. Яғни, мұнда жалпы контексті дұрыс түсіну маңызды. Шелдеруп клубтың басты мақсат емес. Керісінше, Решфорд трансфері тым күрделі болып кеткен жағдайда қарастырылатын балама нұсқалардың бірі, сондықтан да оның айтқан сөздері қазір ерекше қызығушылық тудырады. Барселонаның қосымша тізімінде тұрған ойыншылардың бірі Каталонияға ауысу мүмкіндігі өзіне қызық екенін ашық білдірді. Ал егер Шелдеруп жайлы әңгіме шабуылдағы балама нұсқа туралы болса, қорғаныс шебінде Барселона соңғы мәліметтерге сүйенсек, негізгі мақсатына қатысты әрекеттерін күшейте бастаған сияқты. Әңгіме Алессандро Бастони туралы. Каталондық клубтың Интер қорғаушысына қызығушылығы бұған дейін де бірнеше рет айтылған. Ал алдыңғы видеоларда мен Бастонидың сол жақ орталық қорғаушы позициясы үшін клубқа ең қолайлы нұсқалардың бірі екенін атап өткен едім. Енді жаңа сигналдар пайда болды. Барселона жай ғана бақылап отырған жоқ, нақты әрекетке көшкен сияқты. Спорт басылымының мәліметінше, каталондықтар маусым басында Бастонидың өкілдерімен байланысқа шығып, оның болашақ жоспарын білген. Ал қазір Испания мен Италия дереккөздерінің хабарлауынша, Барселона келіссөздерді жаңа деңгейге шығаруға дайын және қаржылық жүктемені азайтатын келісім формулаларын қарастырып жатыр. Бұл өте маңызды жайт, себебі бұл трансфердегі басты мәселе ешқашан спорттық емес, қаржылық болған.
Барселонада Бастонидың топ деңгейлі қорғаушы екенін және Ханс Флик талаптарына толық сәйкес келетінін жақсы түсінеді. Ол сол аяқпен ойнайды, шабуылды жақсы түсінеді, қысымға қарсы сенімді әрекет етеді, допты алға ілгерілете алады және жоғары қорғаныс сызығында құрылымды сақтай біледі. Яғни, ойын стилі бойынша мінсіз кандидат, бірақ мәселе әрдайым бағада болған. Әртүрлі дереккөздерде 50-ден 100 миллион еуроға дейінгі сома айтылды. Ал қазір каталондықтар бұл трансферді анағұрлым шынайы деңгейге түсіруге болады деп санайды. Мысалы, бонустар, бөліп төлеу немесе келісімге басқа ойыншыны қосу арқылы тағы бір маңызды фактор Интердің өзі. Бақ мәліметінше, миландық клуб Бастони кетуі мүмкін деген сценарийге дайындалып, нарықты зерттей бастаған. Ал егер клуб оның орнына ойыншы қарастырып жатса, бұл оның сатылуы шынымен де талқыланып жатқанын білдіреді. Осы жағдайда Бастони трансфері енді жай ғана әдемі арман емес, күрделі, бірақ жүзеге асуы мүмкін мәміле ретінде көріне бастады. Иә, бұл Барселона үшін әлі де қымбат трансфер. Иә, көп нәрсе клубтың қаржылық жағдайына және бюджеттің қорғаныс пен шабуыл арасында қалай бөлінетініне байланысты болады. Бірақ соңғы ақпараттарға сүйенсек, каталондықтардың бұл бағыттағы белсенділігі артып келеді. Бұл оны алдағы жаздағы ең маңызды тақырыптардың біріне айналдырады. Ал осының аясында соңғы күндері тағы бір күтпеген қауесет пайда болды. Шынын айтсам, бастапқыда бұл маған сәл оғаш көрінді. Себебі сырттай қарағанда Барселонада қақпашылар мәселесі аса өзекті емес сияқты. Жоан Гарсия тамаша маусым өткізіп жатыр, ал негізгі құрамда да тұрақтылық бар. Сондықтан жаңа қақпашы тақырыбы аса шұғыл емес еді. Бірақ бұл туралы көптеген дереккөздер жаза бастағандықтан енді бұл ақпаратты елемеу мүмкін емес. Әңгіме Реал Сосьедадтың қақпашысы Алекс Ремиро туралы. Mundo Deportivo мәліметінше, Барселонаның бұл қақпашыға қызығушылығы жай ғана қауесет емес, бірнеше айдан бері жалғасып келеді. Тіпті Дику мен Боян Кикич те оның жағдайын бұрыннан бақылауда ұстап, өкілдерімен байланыста болған. Сондықтан бұл енді жай кездейсоқ ақпарат емес, клуб ішінде шындап қарастырылып жатқан нұсқаға ұқсайды. Ең қызығы, әңгіме негізгі қақпашы туралы емес.